Қайырлы күн, құрметті аналар. Бүгінгі видеода біз баладағы жөтелден құтылу және оны тиімді емдеу туралы айтатын боламыз. Арнаға тіркеліп, сұрақтарыңыз болса, төменде комментарийде жазып кетіңіздер. Жалпы жөтел, бұдан құтылудың ең тиімді жолдарын кейбір кезде көп дәрігерлер айтпай жатады. Бүгін барынша сол тиімді жолды, тиімді әдістерді осы видеода толық ашатын боламыз. Баладағы жөтел, жиі ауру, немесе қақырықтың шықпауы, және де жиі температура көтеріліп қалатын, салмақ қоспайтын шағымдар сізде егер болса, біздің клиникаға консультацияға жүгінсеңіздер болады. Біз Шымкент қаласы Нұрсат 126 мекенжайында орналасқанбыз. Абылмет клиникасы сізге сапалы қызмет көрсететініне мен негізін қалаушы Абылай Қалдарбек кепілдік беретін боламын. Жалпы жөтел бұл бізде организмнің қорғаныштық реакциясы, яғни тыныс жолына түскен кез келген бөгде нәрсені, ол шырыш болсын, немесе бөгде зат болсын, шаң тозаң болсын, соны сыртқа шығарып, бронхтың жалпы просветін тазарту үшін организмнің қайтаратын кері байланысы. Дәл осы тұста көп ата-аналардың жіберіп жататын қателігі бұл жөтелден 1-2 күнде барынша жылдам тез құтылғысы келеді. Дәл осы жерде қателік жібереміз. Неге? Себебі біз жөтелді басатын, рецепторлерді блокировать ететін препараттарды іске қосып жібереміз. Дәл осы уақытта бізде остаточный мокрота қалады, ол кеуденің төменгі бөлігінде қату арқылы ертеңгі күні түрлі асқынулар шақыруы мүмкін. Жалпы баладағы жөтелдің 5 себебі бар. Біріншісі ол вирусты инфекция. Ауадан жұққан вирус жоғарғы тыныс жолын зақымдап, сол жерде шырыш көп мөлшерде бөлінеді да, артқа қарай аққан кезде бізде тамақты жыбырлатып жөтел шақырады. Екінші себеп бұл бізде аллергиялар, яғни шаң, тозаң немесе қатты иістер де балада жөтелді шақыруы мүмкін. Үшінші себеп бұл бізде бактериялар, яғни пневмония немесе көк жөтел. Ол бактерия бізде өкпені, бронхтың шырышты қабатын зақымдау арқылы жөтел шақырып жатады. Ал төртінші біздің айтатын нәрсе жөтелді шақыратын. Бұл бізде көп жағдайда ауаның ылғалдылығының төмендеп кетуі. Яғни қыс мезгілінде, күн қатты ыстық кезде ауа кеуіп кетеді, сол үшін жоғарғы тыныс жол бізде также кебеді да, сол бізде жөтел шақырып жатады. Ал бесінші нәрсе бұл тыныс жолына бізге бөгде нәрсенің түсуі. Мысалға сіздің балаңыз еңбектеп жүріп, майда ойыншықты немесе басқа да нәрсені жұтып қоятын болса, сол нәрсені сыртқа шығару мақсатында балада тоқтаусыз жөтел болады. Осы 5 себепті нақты анықтай алсаңыз, мен сізге жөтелдің нақты емін айта аламын. Видеоға лайк басып, ары қарай толық тыңдап алыңыз. Жөтелді қалай тиімді емдеу керек екенін және көп дәрігерлердің айтпайтын әдістерін мен сіздерге қазір бөлісетін боламын. Жөтелді тиімді емдеу және үй жағдайында мейлінше тиімді ем беру. Бірінші кезекте балаңыз жөтеліп бастаса, үйдегі ылғалдылықты арттырыңыз. Ол үшін сіз бізде увлажнительдерді немесе бөлмеге тіпті ыдысқа су қою арқылы да ылғалдылықты арттыра аласыз. Ол бірінші. Екіншіден, влажный уборканы, яғни сулы шүберекпен шаңды терезенің алдын сүртуді күніне 4-5 рет жасап отырыңыз. Бұл ылғалдылықты арттырады. Осының салдарынан тыныс жолы бізде более жібіп, баладағы жөтел басылатын болады. Екінші нәрсе ол бөлме температурасын оптималды температурада сақтап қалу. 22 градус 18 мен 22-нің арасы бізде ең оптимальный температура. Егер қатты ыстық болатын болса да балада жөтел қозып кетеді, қатты салқын болса да рецепторлер тітіркенеді да, балада жөтел қозып кетеді. Үшінші нәрсе, баланың жалпы жоғарғы тыныс жолын біз құрғатып және де тазалап отырыңыз. Яғни аспираторларды қолданыңыз, солевой растворларды қолданыңыз. Мұрын қуысынан ағатын слизді сіз тоқтатпайынша баладағы жөтелді тоқтату өте қиынға түседі. Сол үшін міндетті түрде мұрынның шырышты қабатына аса көңіл бөліңіз. Бұл дәрі-дәрмектен бөлек айтылатын әдістер. Одан кейінгі мен ұсынатын нәрсе бұл ингаляция. Себебі ингаляцияның жөтел кезінде маңызы зор. Оның негізгі қызметі бронхты кеңейту, шырышты және де о жердегі мокротаны жібіту, осы арқылы кеудедегі толық тазарып шығуына біз жағдай жасайтын боламыз. Ингаляцияны қарапайым түрде дұрыс істеу әдісін мен алдағы видеоларға тағы салатын боламын. Менің арнама тіркеліп, алдағы видеоларды қарап отырсаңыз, түрлі пайдалы ақпараттармен сізде осы каналда бөлісемін. Баладағы жөтелді басу мақсатында Синекот препаратын қолдансаңыз болады. Бұл препарат бізде 3 айлық мерзімнен бастап қолдануға болады. Күніне 10 каплядан, 10 тамшыдан күніне 3 рет қолданасыз. Бұның негізгі мақсаты бұл препараттың мидан келетін сигналды тежеу, жөтелдің рецепторлерін блокировать етіп, жөтелді азайту. Екінші мен ұсынатын препарат бұл бромгексин. 2 жасар баладан бастап қолдануға болады.
Негізі менің ұсынысым бойынша 2 жас пен 6 жастың арасындағы балаларға бромгексиннің сироп түрін қолдану. Ал 6 жастан жоғарғы балаларға таблеткасын күніне 2 рет қолданып отырсаңыз болады. Бала жөтелген уақытта міндетті түрде дәрігерге көрсету керек жағдайлар бар. Оны мен сізге қазір толық атап өтемін, өзіңізге сақтап алыңыз. Егер балаңызда тыныс жиілейтін болса, кеуденің төменгі бөлігі ішке қарай тартылып тыныстайтын болса, балада сырыл қашықтықтан естілетін болса, және де бала жөтелген кезде, және де сырылдаған кезде ауыз айналасы, алақан, табан көгеретін болса, міндетті түрде дәрігерге барыңыз. Бұны дұрыс емдемеу сіздің балаңыздың өміріне зардап тигізуі мүмкін. Мен қазіргі ұсынатын препараттар міндетті түрде үйіңізде болсын, себебі олар жөтелдің емінде ең тиімді көрсеткіштерді сізге көрсетіп береді. Ол мен ұсынатын нәрсе ингаляцияға арналған пульмикорд, бередуал, және де жаңа мен айтқан синекот, бромгексин препараттары. Одан бөлек назоферон, аквалор спрейлері арқылы сіз мұрынды да тазалауыңыз керек. Сіздегі баладағы ұзақ жөтел немесе де приступ тәрізді жөтел, бұл бізде астма немесе сол секілді ауыр аурулар жайлы сізге сигнал беруі мүмкін. Егер балаңыздың жөтелі 5 күннен асатын болса, міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз. Кейбір препараттар дәрігерлер тағайындап жатады, бірақ побочный эффект ретінде балада жөтел шақыруы мүмкін. Сол үшін дәрігердің тағайындаған препараты туралы толық ақпаратты сұрап алуды ешқашан ұмытпаймыз. Балаңызда жөтелге байланысты қандай да бір сұрақ болса, балаңыз жөтеліп жүрсе, одан құтылғыңыз келсе, біздің орталыққа емге шақырамыз. Біз Шымкент қаласы Нұрсат 126 адресінде орналасқанбыз. Абылмет клиникасы сіздің балаңызға тиімді емді және жоғары деңгейлі профессионализмді көрсететініне мен кепілдік беремін. Парақшама тіркеліп, лайк басып, ойыңызды комментарийға жаза кетіңіз. Таныстарыңызға жіберіп қойыңыз. Баланың жөтелінен құтылу дәл осы әдістер арқылы жүзеге асады.